Шығыс Түркістан Республика дейміз ғой. Бұл бір қызық мемлекет, оны аз жұрт қана біледі. Мынау 40-шы жылдары, 40-шы жылдардың соңына қарай 50-шы жылдардың басында қазіргі Қытайдың мынау Суар дейді ғой, Синьцзянь уйгур автономиялық аудан ба, округ па, қалай еді. Сол жерде түрік халықтардың демократиялық мемлекет аз ғана жыл болды. Сол мемлекетте подполковник болған әскерінің. Сосын коммунист Китайда бір кездер губернатор болған, бірақ сосын рұқсат сұрап Қазақстанға келген, Қазақстанда қарапайым ғана бір мәдениет және тұрмыс журналының ғылыми қызметкері болып өмір сүрген бір керемет этнограф, керемет тұлға. Жағда бабалық туралы естіңіз бар ма, жоқ па, білмеймін. Өзі былай айтушы еді, мен 5 мемлекетте 18 билеуші кезінде өмір сүрдім деп. Және 3 мемлекеттің абақтысында, түрмесінде болған. 3 мемлекет болғанда ол бәрі бір Қытай ғой, бірақ басында Чаң Қайшы кезінде, демек анау капиталистік Қытай, Америка қолдаған Қытайда. Сосын Мао Цзедунның үкіметінің кезінде абақтыда болды, тағы да сондай. Ал Кеңес одағына келгеннен кейін өмір бойы қарапайым ғана ғылыми қызметкер бола тұра, ол мынау үне бойы 3 әріптің аңдуында болған адам ғой. Сонда енді этнограф ретінде қалдырған мұрасы зор. Кәдімгідей өмірдің соңында айтқан сөздері пәлен архивке путпен санайды екен қолжазбаларын. Пәлен пут архивімді, пәлен қағаздарды пәлен архивке мұрағатқа өткіздім, пәлен килограмм қолжазбаларымды пәлен мұрағатқа өткіздім деп. Өкінішке орай, қазір қарай, қазір бір демеуші жоқ та, үкіметке де ол керек емес, бір сұрап, соны іздеп тауып, мына төте жазудан кәдімгіде қазіргі жұрт оқитын жазуға өзгертіп, соны жарияласа, шіркін, керемет бір қазақтың біліміне, ғылымына қосқан үлес сол болатын еді. Енді бірнеше кітабы шықты, дегенмен оның қалдырған мұрасы одан да зор. Кезінде Жағда Бабалықтың 2 өмірі, 2 жизни Жағда Бабалыққа қызық. Ол бала кезінде оны үйлендірген ғой әкесі, өзінен үлкен қызға, содан мектеп оқимын деп әйелінен қашып кеткен ғой. Кәдімгідей қыс кезінде далада сондай түйенің бауырына жатып, я өгіздің бауырына жатып, қалаға солай жетіп оқыған ғой бұл адам. Бұл енді бұл 4 облака деген кітабында бар. Қазақшасы өкінішке қарай жоқ, орысшасы меломан анда-мында сатылады.